Сәлем барлықтарыңызға, біздің оңайлық видеомызға қош келдіңіздер. Бізде үлкен жаңалық, айқын жүріп кетті оңайында. Я тұсауын кестік айқынымыздың. Бірақ сіздің балаңыз жүрмеді деп ойлаудың қажеті жоқ, себебі бұл айда балалар үлкендердің қолдауынсыз өзі тұрып, өзі жүруге тырысады, тұрып тұрса өзі отыра алады, үйдің ішіне жылдам еңбектей бастайды. Ұсақ моториканың белсенді дамуының арқасында бала бір қолында 2-3 затты ұстай алады. 10 айында сәбидің жетекші қолы біліне бастайды. Балалар ойыншықтармен қалай ойнау керектігін жақсы біледі, машинка сияқты пирамида құрастыруды жақсы меңгереді. Сондай-ақ қуыршақпен де ойнап, 4 бұрышты мұнараны қалай құрастыратынын біледі. Үлкендер балаға басқа балалармен қалай ойнау керектігін көрсетсе, ол бірігіп ойнап кетеді. Балалар кеселерді бір-біріне қойғанды жақсы көреді, допты домалатып лақтырады, шкафтардың есігін ашып жабып, тартпаларды тарту керек екенін біледі. Ойыншықтарын шкафқа немесе тартпаға салуды да мүмкін. Заттарды біріктіре қолдана бастайды. Мысалы, допты таяқпен итереді, тамақпен және сумен ойнай бастайды. Үлкен бөліктерде тұратын конструкторларды құрастырып, бөлшектемейінше оларға қызығушылық танытатын болады. Кітаптардың бетін беттей алады. Және де 10 айлық балалар ересектерге еліктеп, олардың мимикасын қайталағанды жақсы көреді. Сондықтан баланың осы қызығушылығын пайдаланып, онымен жаңа қарапайым сөздер айтыңыз. Сонда бала сіздің айтқаныңызды қайталап, жаңа сөздер жаттайды. 10 айлық балалар жануарлардың атын жақсы есте сақтайды, тіпті олардың дауысын пародиялайды. Бала көрсет, жасыр, әкел деген сияқты қарапайым өтініштерге жауап бере алады. Балалар дене бөліктердің қалай аталатынын біледі және көзін, мұрнын көрсететін болады. Біздегі жаңалықтар осындай. Сау болыңыздар.